Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың қазақ тілінің 85-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписация батырмасын басып жазылып алыңдар, себебі біздің арнамыздан балалар қазақ тілі мен математика сабақтарын тегін оқып, үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды, сабақтарыңды қарап, біздің арнамыздан барлығын түсініп алсаңдар болады. Және де балалар, барлық жауап осы біздің арнамызда шығып отырады. Енді балалар, бірінші бізде 7-ші жаттығу керекті сөздерді пайдаланып сұрақтарға жауап бер дейді. Бұл жерде балалар бізде 4 сұрақ берілген екен. Динаның ұстазы кім дейді, Құрманғазы кім, домбырашы болу үшін не істеу керек, 4-ші Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға қалай әсер етті дейді. Енді астында бізде керекті сөздер бар екен. Сол керекті сөздерді пайдаланып біз осы 4 сұраққа жауап беруіміз керек. Яғни керекті сөздер Құрманғазы, күй атасы, дыбысты сүйе білу, ерінбеу, құлағынан кетпестей. Одан кейін балалар бізге етістіктерді тап дейді, оларды дара немесе күрделі екенін айт дейді. Енді балалар, бірінші сұрақтың жауабы, яғни Динаның ұстазы кім дейді. Бұл жерде балалар Динаның ұстазы Құрманғазы екен. Екінші сұрақтың жауабы, Құрманғазы кім дейді. Бұл жерде балалар Құрманғазы күй атасы болады. Келесі үшінші, домбырашы болу үшін не істеу керек? Ерінбеу және дыбысты сүйе білу керек деп жауап береміз. Келесі 4-ші сұрақ бізде Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға қалай әсер етті? Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға құлағынан кетпестей әсер етті деп жауап береміз. Енді балалар, бұл жерде етістіктерді тап деп тұр. Олардың дара немесе күрделі екенін айт деп тұр. Бұл жерде ерінбеу, сүйе білу керек және әсер етті деген етістіктер бар екен. Ал бұл жерде дара етістік ерінбеу, яғни бір-ақ сөзден тұр. Ал күрделі етістік сүйе білу керек және әсер етті деген етістіктер жатады екен, балалар. Келесі бізде балалар 8-ші жаттығу, көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Яғни балалар, бұл жерде өздерің көп нүктені көріп тұрсыңдар. Сол көп нүктенің орнына бізде тиісті өздерінің етістіктерін қойып, біз сөйлемдерді жазуымыз керекпіз. Яғни балалар, бұл жерде былай болады. Күйші күй тартады, жыршы жыр жырлайды, ақын өлең шығарады, дәрігер ауруларды емдейді, мұғалім балаларды оқытады, жылқышы жылқы бағады болады. Яғни осындай етістіктерді қояды екенбіз. Астын мен 2 сызықпен сызып қойдым, балалар. Енді келесі бізде 9-ші жаттығу, көп нүктенің орнына дара етістікті тауып жаз дейді. Яғни балалар, бізде дара етістік сызықша тұр, келе жатыр, келе бастады деп тұр. Яғни оң жағында бізде балалар сол дара етістіктің күрделі түрі, яғни күрделі етістігі берілген екен. Сол сөзге дара етістік жазуымыз керекпіз. Тарта алады, тартып жатыр, тартып жүр екіншісі. Үшінші, тоқи алады, тоқып отыр, тоқи бастады. Төртінші, барып кел, бара кел. Одан кейін балалар күрделі етістіктерді қатыстырып сөйлем құрап жаз дейді. Енді балалар, бірінші дара етістікті тауып жазып алайық. Бұл жерде біріншісі бізде келеді болады екен. Келе жатыр, келе бастады күрделі етістігі болады. Екінші, тарта алады, тартып жатыр, тартып жүр. Бұған бізде дара етістік балалар тартады болады екен. Үшіншісі, тоқи алады, тоқып отыр, тоқи бастады. Бұған бізде балалар дара етістік тоқиды болады екен. Төртінші, барып кел, бара кел. Бұл сөздерге бізде, бұл күрделі етістіктерге дара етістік алатын болсақ, бұл жерде барады болады екен. Осындай бізде дара етістіктер шығады екен. Енді балалар, күрделі етістіктерді қатыстырып сөйлем құрап жаз дейді. Яғни балалар, бізде сызықшадан кейін оң жағында бізде күрделі етістіктер берілген. Сол күрделі етістіктерді қолдана отырып біз сөйлемдер құрап жазуымыз керек бізде, балалар. Бірінші мысалы, бүгін біздің үйге атам мен әжем келе жатыр. Екінші, менің ағам домбыра тарта алады. Үшінші, кеше көркем еңбек сабағында тоқыма тоқып отырдық. Төртінші, Маржан, дүкенге барып кел. Яғни балалар, осындай күрделі етістіктермен біз сөйлем құрадық. Енді келесі бізде балалар 10-шы жаттығу, суретке қарап мәтіннің тақырыбын болжа дейді. Яғни балалар, бұл жерде біз қарайтын болсақ, мысалы
домбыра тартып отқан ата мен домбыра тартып отқан қыз бейнеленген, иә. Ал ар жағында оларды тыңдап отырған ауыл тұрғындары десек болады, иә. Солай бейнеленген екен, иә. Яғни балалар, бұл жерде домбыра тартып отырған атаны біз Құрманғазы ретінде елестетеміз, иә. Ал бер жағындағы кішкентай қызды ол, яғни Құрманғазының шәкірті Дина деп аламыз, иә. Яғни бұл жерде мәтіннің тақырыбы Құрманғазы немесе күйші, немесе Дина Нұрпейісова деген сияқты тақырыптар болуы мүмкін, иә. Енді біз мәтінді оқиық, иә. Менің атым Дина, деді қызғалдақ. Мерейлі бол, Динажан, мен кек күйшісі Құрманғазымын. Тәрбиешім Махамбет ақын, Исатай ердің серігі, халық үшін жан берген. Сол ерлердің ұраны, сол күрестің дабылы мынау егіз шекте. Бұрамды саған тапсырдым, халыққа жеткіз күйімді, деп қария қызғалдаққа үкілі домбырасын ұсынды. Егер де маған атажан шынымен сеніп тапсырсаңыз, кек ұрандас күйіңізді халыққа ойнап беруге ант етем, деп қыз бала тізерлеп отырды да домбыраны қолына ұстап сүйіп алды. Әбу Сәрсенбаевтан, дейді. Енді балалар, астында бізде сұрақтар берілген екен, сол сұрақтарға жауап беруіміз керекпіз. Бірінші сұрақтарды оқып алайық. Бірінші, мәтінге ат қой, дейді. Екінші, келесі беттегі жоспарды толықтыр, дейді. Яғни бірінші, Дина мен Құрманғазының танысуы, дейді. Одан кейін екінші, үшінші жоспарларды, яғни негізгі қорытынды бөліктерін өзіміз тауып жазуымыз керекпіз, жоспардың. Үшінші, жоспар бойынша мәтінді мазмұнда, дейді. Төртінші, мәтіннен етістіктерді тауып, олардың дара және күрделі түрін ажырат, дейді. Енді балалар, бірінші бізде мәтінге ат қой, дейді. Бұған біз балалар мәтіннің атын егіз шекті сый, Динаға берілген мұра, кек күйшісі Құрманғазы мен Дина деген сияқты атаулар, яғни аттар қоя аламыз, мәтінге. Осының біреуін таңдап алып, балалар өздерін қойсаңдар болады. Енді келесі беттегі жоспарды толықтыр, дейді. Бұл жерде балалар, бірінші, Дина мен Құрманғазының танысуы екен. Екінші, Құрманғазының сыйы болады, негізгі бөлікте. Үшінші, қорытынды бөлікте Құрманғазының Динаға сенімі дейміз. Енді балалар, осы жоспар бойынша, дейді, мәтінді мазмұнда, дейді. Оны балалар осы жоспар бойынша өздерің мазмұндап бересіңдер, Келесі, мәтіннен етістіктерді тауып, олардың дара және күрделі түрін ажырат, дейді. Енді балалар, бұл жерде дара етістіктер бол, берген, тапсырдым, жеткіз, ұсынды, ұстап деген етістіктер дара етістіктер екен. Ал күрделі етістіктер бұл жерде ойнап беруге, тізерлеп отырды, сүйіп алды деген етістіктер бізде күрделі етістікке жатады екен, балалар. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар, сендер өздерің іздеп таппаған жауаптарды, жаттығуларды іздеп таба аласыңдар. Және де балалар, біздің арнамызда математика сабақтарының есептерін тауып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, сабақтарыңды оқи аласыңдар. Келесі кездескенше балалар, сау саламатта болыңдар.